Басқа кісі кірем дейді, кіргізейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, айта беріңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Уағалейкум ассалам. Азамат белсенді Атимбай бауыржан, көше баласы. Бағанадан бері тыңдап отырмын әңгімелеріңізді, дұрыс айтып жатсыздар. Міне бізде сол ғой, шындықты ақиқатты айтқан адамның артынан қудалау жүреді, жаңағы қамау. Мен өз басым 6 рет қамалып шыққанмын осы жағдайменші. Мен осы сөздердің бәрін бір өлең жолдарымен жеткізіп берерімші. Мен өзім ақын баламын, өлең жолдарымен жазған арнауларым бар. Сол өлең жолдарын тыңдасаңыздар, каждый сөзде мағына бар, әр сөзде ақиқаттың бәрі. Айта беріңіз. Қазақ тілім басқадан таратығын, бұл күнде қадірің кетіп баратығын, сенсің менің құжатым қазақпын деп бар әлемге дәлелдей алатығын, қазақ тілім қастерлі қасиетім, бабам айтқан өзіңмен өсиетім, Құдайдан соң құрметің ана тілге, өз тіліңде түсінсең басиетін, зор еді өзіңменен тұяқ күшім, тілің барда зиялы зияттысың, келер ұрпақ қадірле өз тіліңді, қадіріне жетпесең ұяттысың. Қазақ тілім айбарым айбынымда, қазақ тілім байлығым байрағымда, сен әрдайым көктейсің жадырайсың, жол бермейміз құлдырап жатпауыңа. Орыс қаптады бұл даланы мынау белді, санамды аяқ асты қырау көмді, азаптың дәмін татып шынымен қазақтың әрбір күні жылау болды. Биліктің басындағы боқ қарындар ызасын ел жұрттың уар меді, ел тізгінін ұстайтын жан табылса қазақтың ғажап күні туар меді. Кешегі ата бабамды қырған орыс, халқымның шамасы жоқ шыдауға енді, төрдегі билік басының бар жұмысы меншіктеп қазынамды ұрлау болды. Құрғақ уәде бітпейтін жалған сөздер, айыпқа бұйырмаңдар санау денді, өйткені бұл биліктің әңгімесі көп, соңынан қойылатын сұрау белгі. Елбасы қолын байлаған, президентін жалған сайлаған, үкіметті мәңгүрттер өзге тілде сайраған, тек баюын ойлаған, жер анасын сатса да құлқындары тоймаған, халық кедей билік бай, ұры менен жемқор жайлаған, елім деген ерлерді түрмелерге торлаған, баспанасыз жұмыссыз қарағалық сорлаған, қос тілменен қос билік ешбір елде болмаған. Осылай жүріп қор болам, қазағым қайтып ел болар. Ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін, белге байлап тәуекелдің белдігін, белсенділер ақиқатты айтпаса, ойлаушы еді сенен басқа елдігім. Өткізсе де өз өмірін шерменен, батырларым ел үшін терлеген, қазағым деп белін буған ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден. Бір айтарым бар менің, аузыңды жап үндеме, ұйықтама мәңгі түндеді, батыр қазақ қорықпай-ақ шығыңдаршы түндеді. Патша жасап патшайым, ойламайтын жат жайын, айыппұлмен шешеме міне басым қақтайын. Қорқытумен келеді үнсіздікті дәріптеп, қайда батыр кешегі айтатын зарын әріптеп. Бостандықтан не пайда, боқпен жапса аузыңды, азаттықтан не пайда, төзім бітті таусылды. Қорықпаймын өлімнен, айырылмаймын төрімнен, жерім үшін қаншама бабам қаны төгілген. Керек емес патшасы өз халқына бойламас, керек емес елбасы өз халқын ойламас. Исатайша айтайын, Махамбеттей байқайын, естеймісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын. Қорықпаймын биліктен, белсендігі киліккен, елін жерін қорғайтын көрінеді биіктен. Шығып жатыр сүр өлең, назды жүрек күйіктен, оянайық қазақтар, күресейік билікпен. Бассыз үйдің иті осырақ, қоғам қалды тоқырап, әлі де халық бұғауда, диванда жатып батырақ. Бірікпей басы бұғауда, заманның арттан сұғуда, қымбаттап кетті өмірің, жоқшылық көрге тығуда. Билігің босқа бөсуде, өтірік желде есуде, тағы да сайлау жариялап, үміті елдің өшуде. Жастарың отыр ағалап, алдына қарай қарамақ, үлкендерден үн шықпас, тастағандай тағалап. Жас үлкендер бұл күнде тәубе шүкір сабыр деп,
той садақа жүр жағалап, айтып айтпай не керек, көрсоқыр болған қазағым білмей келет бағалап, жаратқан берген бастарды отырсын деп саралап, өртенуде ауылың, өртенуде орманың, сонда да қазақ үнсізсің, азаматтар айтқанда ойланбай мойын бұрмадың, өзгертпесек қоғамды, енді қазақ құрғаның, өзгермей жатыр өмірің, семес қой ол тірінің, тірөлік болмай халқым-ау, бір туға келіп бірігіп, қазақ елі алға деп, жаңа партия құралық, тоқтат деп өтірік сайлауды, биліктен қатаң сұрайық, билікті қолға алайық, ат ойлап алға шабайық, меншік емес ол жекенің, ал енді халқым, бір амалын табайық. Ағайындар, мен бағанан бері сөздеріңіздің бәрін естіп отырмын.